Сәлем арна көрермендері, қазақша тілді арнаның дамуына үлес қосып тіркеле кетіңіздер. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев республикалық қоғамдық штабта өткен жиында банкроттық туралы заң қабылданатынын мәлімдеді деп хабарлайды Стан.кз ақпарат агенттігі. Жеке тұлғалардың банкроттығы туралы заң қабылданады. Ол қарыз алған азаматтарға шамадан тыс қарыз жүктемесінен құтылуға мүмкіндік береді. Қазір бұл бағыттағы басқа да шараларды ойластырып жатырмыз, деді ел президенті. Сондай-ақ ол апаттық жағдайда тұрған және ескі баспананың 40 мыңға жуық иесі жаңа үйге кіреді. 70-20-25 бағдарламасы бойынша ипотекалық кредит беру жалғасады. Мемлекет жаппай құрылыс алаңдарына инженерлік желілерді көптеп тартады. Еліміздің барлық елді мекенінде су болады, ал коммуналдық желілердің тозу көрсеткіші 40%-ға дейін төмендейді деп атап көрсетті Тоқаев. Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін мемлекет басшысы Жетісу облысына жұмыс сапары кезінде қазақстандықтардың несиесі туралы айтқан болатын. Тағы бір маңызды мәселеге тоқталғым келеді. Біздің еліміздегі көптеген адамдар несие алады, содан кейін қарызға батады. Бұл мәселе мені қатты алаңдатады. Жақын арада мен осы мәселе бойынша өз ұсыныстарымды жария етемін, деді мемлекет басшысы.